Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті жақсылар, мағынасы терең сабақ болатын хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтты: адамдардан тартынып жүріңдер. Мисуаққа істетілетін, яғни тіс тазалайтынға істетілетін шөптің өзін сұрамауға әрекет қылыңдар деді. Мұсылман адамның жүрегін тәрбиелейтін хадис, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі. Жақсылар, адам баласы адамға мұқтаж болады. Бір іспенен мұқтаж болады. Біреу денсаулық жағынан мұқтаж болады. Көмек жағынан мұқтаж болады. Қолдау жағынан мұқтаж болады. Ислам діні бұл адамгершілік діні. Тура дін, тура жолдағы дін, хақ дін. Ислам діні адам баласын ұялтпайды. Яғни мұқтаж адамды ұялтпайды әсіресе. Қолыңнан келсе көмектес. Бұл жерде сұраушы жағынан айтылған хадис, адамдардан тартынып жүріңдер деген безініңдер деп тұрған жоқ. Адамдарға сұрай беруді әдет қылмаңдар деп отыр. Адамдардан сұрай беруді әдет қылмаңдар. Бірінші Алладан сұраңдар. Я Алла деп, Алладан сұрауды әдет қылыңдар. Адамдардан сұраған жүрек әлсірейді. Адамдардан сұраған жүрек әлсірейді. Алладан сұраған жүрек күшейеді екен, жақсылар. Алладан сұрауды әдет қылу керек. Ең бірінші, я Алла деп қолыңды Аллаға жайып керек. Адамдардан сұрау ең соңғы орынға қалдыру керек. Мұқтаж болсаң, бірден пәленше деп сұрай беру емес, мұқтаж болсаң, бірінші өзің шешуге тырысу керек. Жолдың бәрін қарастыру керек. Яғни, біз беруші қол болуға тырысуымыз керек. Алушы қол емес, беруші қол болуға тырысуымыз керек. Ол үшін еңбектен деп тұрды бұл хадисте. Еңбектен. Адамдарға барып, демде барып, оңай жолменен көмек сұрай беру деген жақсы емес. Ол адамға да керек. Бірақ сіз сұрай беруді әдет қылмау керек. Жігері бар болса, бір рет сұраудың өзі жеткілікті. Екінші мәрте сұрамау керек. Алладан сұрауды әдет қылу керек. Алладан сұраған кісі, ол барлық мәселені Алла шешеді. Бір адамға көмек қылып беруді Алла себеп қылады екен. Алла бір адамға көмегін береді.